қазіргі таңда базалық бастапқы ислам тану білімін алмай шетелге бару дұрыс емес деп есептеймін. Базалық кем дегенде ол қаншалықты қадағаланып жатыр бұл жақта? Әлде ондай жоқ? Қадағаланады, әрине. Рұқсатсыз немесе базалық ислам тану білімін осы Қазақстанға алмай шетелге кеткен адамдармен әрине қоғам жұмыс жасайды. Тіпті қоғамдық ұйымдар жұмыс жасайды. Бағана біздің әкімдіктердегі дін істері басқармалары жұмыс жасайды. Себебі ол ертең әртүрлі күмәнді жерлерден оқып келіп, сол жердің идеологиясын, сол жердің салт дәстүрін, сол жердің кейбір саяси көзқарастарын дін ретінде таратуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде айтылатын бірінші мәселе, елде өзіміздің Қазақстанда базалық діни білім алмай шетелге шығу дұрыс емес негізінде. Қазіргі таңда біз енді 90-шы жылдарда шықтық, оқыды, көптеген азаматтарымыз оқыды. Ол кезде біріншіден үлкен бір белгісіздік бар еді. Қазіргі таңда ондай қажеттілік жоқ. Қазіргі таңда елде ислам университеттері бар. Елде ислам тану мамандығы бойынша оқытып жатқан бірнеше университет бар. Теология бойынша, дін тану бойынша оқытып жатқан көптеген университеттер бар. Таңдау мүмкіншілігі бар. Шетелден ұстаздарымыз бар. Шетелдік мысалға Нұр-Мүбарак университетінде Египеттен келген Аль-Асқар университетінің бірсыпыра 20-дан астам профессоры сабақ береді, ұстазы сабақ береді. Тура сол секілді басқа елдердің өз елімізге келіп сабақ беріп жүрген шетелдік ұстаздар бар. Сол үшін базалық білімді Қазақстанда алу керек. Ал егер одан кейін дамимын, зерттеймін, басқа мәдениеттерді көремін, болашақ программасы секілді шетелден де барып оқып келемін десе, магистратура немесе докторантураға барып біздің азаматтарымыз оқып жүр.